Достар, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа видео түсіріп жатырмыз. Бізде аяқ асты свет өшіп қалды. Не үшін өшкенін өзіміз білмейміз. Не істерімізді білмей отырмыз, әңгіме айтып. Сондай істейтін ек біз кішкентай кезімізде. Свет жиі өшетін, осылай. Ит жасайтынбыз. Жүрек істеңдер шқан. Ой. Ішіміз пісіп отыр, достар. Свет жоқ. Өшкеніне 2 сағат болды. Не істеріміз білмей, диванда араунап, бер аунап. Не білесің? Ертегі? Ертегі айтып берейін ба? Ойбай, ертегі білмеймін ғой мен. Білесің. Дала әлі қараңғы емес онша. Светті ма? Фонарик жақып қойдық біз. Қараңғыда қорқынышты әніме тыңдауын қойып. Қой. Қорқамыз біз, Медина қорқады қазір. Онда былай істеңізші. Медина қорқады ғой. ертегі көрінбей отыр мен. Так, қазір қақтан тауып аламыз, ертегі оқиық, қызық болсын. Достар, ChatGPT осындай ертегі шығарып берді. Бізеді сиқырлы айна туралы ертегі. Қорқпайсыңдар ма? Жоқ, мен қорқынышты тыңдам. Тыныш отырамыз енді, тыңдайық. Тыныш отырайық, тыңдайық. Бір күні Ая мен Рая ескі базардан ерекше айна тауып алады. Айна кәдімгідей емес, жап-жарық, шеттері алтынмен көмкерілген. Алайықшы, дейді Рая. Бірақ біртүрлі сияқты, деп күмәнданып тұр Ая. Олар айнаны үйге әкеліп, қабырғаға іліп қояды. Түнде бәрі ұйықтап жатқанда, айна өзінен өзі жарқырап кетеді. Ая оянып кетіп, айнаға қарайды. Бір кезде айна ішінен басқа әлем шығады. Түрлі түсті аспан, ұшатын үйлер, сөйлейтін жануарлар. Рая, тұршы, қарашы, дейді ол. Екеуі бірге айнаға жақындағанда, аяқ астынан ішіне тартып кетеді. Олар басқа әлемге түсіп қалады. Ол жерге кішкентай сөйлейтін түлкі кездеседі. Сендер кешіктіңдер, біздің әлемді қараңғы күш басып жатыр, дейді түлкі. Ая мен Рая таң қалып, біз не істей аламыз, не көмек берейік, дейді. Түлкі, тек таза жүрек пен батылдық қана бұл әлемді құтқарады. Сөйтіп олар қараңғы орманға барады. Орман ішінде үлкен көлеңке монстр пайда болады. Рая қорқып кетеді, бірақ Ая оның қолынан ұстап, біз бірге болсақ қорықпаймыз, дейді. Сол кезде олардың жүректерінен жарық шығып, монстр жоғалып кетеді. Жарық дегенде жарық шығады, дейді. Сол кезде олардың жүректерінен жарық шығып, монстр жоғалып кетеді. Бүкіл әлем қайтадан жарыққа толады. Түлкі қуанып кетіп, сендер нағыз батырсыңдар, деп айқайлап жібереді. Сосын айна қайта ашылып, олар үйіне оралады. Сол күннен кейін айна қайта жұмыс істемейді, бірақ олар біледі, ол әлем бір жерде бар екенін. Осымен бітті. Ертегі оқи аладым екен. Азақ қана қойма. Не түсініңдер сонда? Біз ба? Біз екеуміз айнаның ішіне кіріп кетеміз сиқырлы. Сөйтіп, екеуің түлкінің әлемін құтқарады екенсіңдер, сосын үлкен динозавр шығады бізге. Сендер батырсыңдар деп айтады. Қандай динозавр? Бұл жерде динозавр оқымадым ғой. Достар, айтыңдаршы, динозавр нес? Енді не еді? Түсінбедің ба сонда? Дина айтыды бұл. Жоқ.
түрлі түсті аспан ұшатын үйлер, сөйлейтін жануарлардың әлеміне кіріп кетесіңдер. Сөйтіп, алдарыңнан түлкі шығады. Біздің әлемді не басып жатыр дейді? Қараңғы күш басып жатыр дейді. Сосын динозавр. Екеуің таң қалып, Ая мен Рая таң қалады дейді. Біз не істей аламыз деп екеуің сұрайды екенсіңдер. Сөйтіп барып. Түлкі айтады, тек таза жүрекпен батылдық қана әлемді құтқарады дейді. Монстр, динозавр емес, монстр ғой, монстр. Динозавр демей. Монстр демей. Динозавр емес қой, монстр. Жаңағы сиқыр қашып кеткен самса дегенді айтыңызшы. Қашып кеткен самса. Ой, достарына ChatGPT деген күшті болды бізге. Күшті ертегілер шығарып береді. Саған ұнамады ма? Онда не, жаңағы басқа ертегіні оқи, иә? Иә. Қашқан самса туралы ертегі дейді. Бір күні Ая мен Рая ас үйде отырса, аналары ыстық самса пісіріп жатыр екен. Раяға ұнамай жатыр. Неге? Неге? Қорқып жатсың ба? Шаршадың ба? Ая тыңдаймын. Ая, қашқан самса туралы ертегі дейді. Тыңдайсың ба? Иә. Раяның көңіл күйі жоқ. Қорқып жатыр-ау. Аяға оқып берейін. Қашқан самса туралы ертегі. Ая достарымен бірге ертегі тыңдайды. Бір күні Ая мен Рая ас үйде отырса, аналары ыстық самса пісіріп жатыр екен. Тек тиіспеңдер деді анасы. Бұны қонаққа береміз. Ая мен Рая бір-біріне қарап, біреуін ғана жесекші дейді. Сол кезде үстелдегі самсаның біреуі қозғалып кетіп, «Ей, маған тимеңдер!» деп сөйлеп кетеді самса. Қыздар шошып, «Сен сөйлейсің ба не?» Самса орнынан секіріп түсіп, есікке қарай қаша жөнеледі. «Мен қонаққа бармаймын, мен еркін самсамын». Ая мен Рая артынан қуалай түседі. «Тұр, қайт кел, қонағымыз не жейді?» дейді. Самса көшеге шығып кетіп, жолда мысық кездеседі. Самса дейді мысық. «Жоқ, мен диетадамын» деп самса тағы қашады. Сосын ит шығады. «Тоқта самса, мен сені жеймін» дейді. «Ура! Светжанды!» До конца бітіре салайық, достар, иә? Алдынан ит шығады. «Тоқта, мен сені жеймін» дейді. «Мен глютенсізбін» деп самса өтірік айтып тағы қашып кетеді. Глютен деген не еді? Ақырында самса шаршап бір орындыққа отырып қалады. Уф, еркіндік оңай емес екен. Сол кезде Ая мен Рая жетіп келіп, «Болды, ұстадық». Самса бір күрсінеді де, «Жарайды, бірақ бір шартпен». «Қандай?» дейді қыздар. «Мені соуспен жеңдер». Қыздар күліп жібереді. Келістік. Сөйтіп самса батыр болып дастарханға қайта оралады. «Мені соус қосып жеңдер» дейді. Қалауық қақсайды. Типа сондай қойған. Ура, достар, бізде Светжанды. 2 сағат дегенде Светжанды. Раяға ертегі ұнамады. Достар, бізге тіркеліп, подписация етіп, комментарий жазып кетіңдер. Сау болыңыздар.